қыркүйек айына дейін бір бөлім болды. 7 сауал түскен, 4-еуі орындалып, 3-еуі орындау жасалды деген. Оның ішінде мына жол мәселесіне қатысты Қазақстан суреті Қонай Малғай ауылына баратын көпір, Бектөбе жеке маңызды айтқан отырған қосымша сауалнама түсті. Содан кейін смета жасапты. Өйткені біз былтыр жасаған заявка бермеген. Қазір оған бюджетный заявканы қоршап қойдық. Жан-жағында мұсылман әкімнен айтылды, қазылған орындау саласында. Сонымен қатар мына Мейрам Нұрасылбекқызы Қонысбаева көтерген 15-ші июньде болған 5-ші хаттаманы орындау бойынша біраз пункттар болған. Оның ішінде жалпы жөндеу жұмыстарын бақылауға алу туралы болған. Айтып өтейін, ағымдағы жылдың барлық санатта 510 км жол жоспарланған, 4 жасалды. Оның ішінде республикалық маңызы бар 4 км орташа жөндеу, мынау Чонжыға баратын бағыттағы біздің аудан шекарасында 181 км текущий ремонт жасалды. Облыстық маңызы бар 5-5 км бақтың қалған бөлігі жасалып пайдалануға берілді. 34 км средний ремонт жасалды. Ол жолдарына Төле би ауылы Батырға қосатын 10 км, Абат Бак 4 км және 24 км. Көп жылдан бері мәселе болып жүрген 7 ауылды қосатын Абат, Жаңашар, Саймасай, Амангелді, Ташкентсаз, Құлжа бағытындағы жолдар жөнделіп, қазір аялдамалар, бөлімсіз сатулар жасалып, пайдалануға берілді. Сонымен қатар мына аудандық маңызы бар 4 км жоспарланған, 4 аяқталды, 77%. Оның ішінде мына 21 жоба средний ремонт 67,9 км болатын. Қазір 44,6 км аяқталды, 14 жоба аяқталды. 23 км 7 жоба енді жылға ауыспалы отыр. Оның ішінде 3 жоба сот процестеріне байланысты. Ақши, Бәйтерек, Алтыбай ауылында қарқылттар шешіліп алынды. Шелек ауылында жаңа ЕКС районына бағытталды. Қазір таңда соттар жұмыстар белсенді жұмыс жүргізіліп жатыр. Және де көтерілген мәселе мына бір болатын, сот 21-22 жылдан жасалған жолдардың сапасы туралы. Яғни нақты мысал ретінде Тоқатай көшесіндегі Елдегі мекеменің салғырттығынан сапасы жасалған жолдарды сотқа бердік. Сотты жеңіп алдық. 2 жыл қатарынан өз есебінен не жасалды? Ремонт жасады, биыл гарантиясы бітті, биыл бюджет есебінен жасалды. Сонымен қатар бұндай жұмыстарына Шелек ауылының жаңа ықшам ауданына болды, ХПП жағында ауданында да болды, талай циклдар болып кетті. Знақтары ескірген болатын, тротуарлар отырып кеткен жерлердің бәрін жасаттық, гарантиямен биыл бітетін гарантиясы. Нұрлы ауылында Қонай Жаңелдің көшелерінде осындай бағыттар депутат барған болса біледі, сол жерде замечательно транзит жатыр әлі көше. Былтыр Кабинесте Бәйтерек көшесінде де болды жағдайлар, онда осыдан жеткіздік. Яғни сотқа жеткізбей, белгілі мекеменің кепілдік міндеттемесі шеңберінде жасалды. Тағы көтерілген мәселе Шелек Қаржылықта Ақтоғайдың Сарыбұлақ бағытындағы жол, бектеріңіз өзіңіз кеше барып келдіңіз, куә болып көрдіңіз. Ол жерде облыстық маңызы бар жол, яғни просто